Саламатсыздар ма? Мен Обайдуллаева Мөрет, нөмір 69 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 8 сынып қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы Қорқыт Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жыр. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Сабақтың мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдана алады. Ой шақыру. Қорқыт ата туралы не білесіңдер? Қорқыт кім? Сызбаның алғашқы бөлігіне білетін ақпараттарыңды жазыңдар, ал екінші бөлігіне үйренгілерің келетіндігі жөнінде ой толғаңдар. Тақырыптық ақпарат. Ел аузында Қорқыт туралы аңыз-әңгімелер көп сақталған. Ертегі, дастан түрінде де кездеседі. Олардың қатарына Қорқыттың өлімге қарсы тұруы, Қорқыттың өлімі, Қорқыт күйі, Қорқыт сарыны, Қорқыт және Қырық қыз және тағы басқа да жатады. Қорқыт туралы аңыздар Қорқыт ата кітабы деп аталатын әдеби мұрада жинақталған. 12 жырдан тұратын Қорқыт ата кітабы туған жерін, отанын сыртқы жауладан қорғау үшін қан майданға шыққан алыптардың ерлігі жырланады. Қорқыт ата кітабындағы 12 жыл Дерсехан ұлы Бұқаш туралы жыр, Қазан салардың ауылын жау шапқандығы туралы жыр, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жыр, Қазан баласы Оразың жауға тұтқын болуы, Ержүрек Домрул батыр, Қаңлы Оғыз баласы Қан төрәлі, Қазалық Оғыз баласы Игенек, Төбе көз Дәуді өлтірген Бисат, Бекұлы Әміран, Ұшан Оғыз баласы Секірек, Қазан салардың екіншіле жауға тұтқын болуы, сыртқы оғыздардың ішкі оғыздарға қарсы бас көтеру атты тақырыптарды қамтиды. Яғни бірінші тапсырмада жаңағы мәтін бойынша ел аузында Қорқыт туралы аңыз-әңгімелер көп сақталғандығы, ертегі, дастан түрінде де кездеседі. Қорқыт ата кітабының ішіне қандай жырлар жазылғаны туралы мен үзіндіде оқып кеттім. Сол үзінді бойынша өз көзқарастарында дәлелдеуді жазамыз. Екінші тапсырма: сұрақтарға жауап береміз. Біріншісі: Қорқыт ата туралы не білдіңдер? Қорқыт кім? Екінші сұрақ: Қорқыт ата кітабы қандай жырлардан тұрады? Үшінші сұрақ: Қорқыт ата кітабын зерттеген қандай қазақстандық ғалымдарды білесіңдер? Төртінші сұрақ: Қорқыт ата кітабына енген жырлар мазмұны қандай? Қорқыт ата кітабы қандай жырлардан тұрады? Қорқыт ата кітабын зерттеген қандай қазақстандық ғалымдарды білесіңдер? Қорқыт ата кітабына енген жырлар мазмұны қандай? Қорытындылай келе, сызбаның 3-ші бөлігіне білетін ақпараттарыңды жазыңдар. Яғни, сендердің не үйренгілерің келетіндеріңді ой толғаңдар. Яғни, білемін, Қорқыт ата туралы не білдік? Білгім келеді. Қорқыттың мұрасы туралы қандай тағыда қосымша ақпараттар білгілерің келеді? Үйренгенім жаңа білімдер. Яғни, бүгінгі сабақта не білдіңдер, не білгілерің келді, соны жаза кетіңдер.